Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін міне 45-ті камераға диагностика жасап жатырмыз. Диагностикалық құрылғыны өзінің ұясына қостық. Көліктің жүрісінде ақау бар және щитокта чек жанып тұр дегесін тексеріп көруді жөн көрдік. Алдымен көлікті оталдырып алдық. Оталғаннан кейін Android телефоннан кар сканер қосымшасын аштық. Бұл жөнінде толық видео түсірген болатын. Осының алдында содан қарап алсаңыздар болады, қалай қосатынды, қалай көретіндігі жөнінде. Профиль автодан Toyota'ны таңдап алдым. Үстінде вазалық қондырғылар таңдадық, яғни вазовый датчики. Кейін қарай шығып, подключить, яғни қосу батырмасын бастық. Құрылғы қосылғаннан кейін сол жағында ошибка DTS деген суреті бар, батырманы басамыз. Кейін шыққан тізімнің барлығын таңдаймыз. Бұл енді барлық қондырғыларын тексеріп шығуды білдіреді. Көліктегі барлығын таңдағаннан кейін төмендегі прочитать, яғни оқу батырмасын басамыз. Содан кейін бізде міне іздеу режимі басталады. Әзірге менде екі ақау табылып тұр. Яғни P0010, P0101 деген. Тағы да іздеп жатыр, барлық қондырғыны іздеп жатыр бойындағы көліктің. Табылған барлық осы екі ақау екен. Біріншісінің үстінен басам, браузерге тікелей өткізіп жібереді мені. Расшифровка причины кода, яғни себебі. Бірінші сайтқа кіремін. Ошибка Toyota, нарушение работы датчика распред балла, яғни таратушы балдың құрылғысының ақау бар екенін айтып тұр. Астында барлық себептер жазылған. Бұның барлығын оқып өтпей-ақ қазақша, қысқаша түсініктеме айтып берейін. Бұл иінді білік пен таратушы біліктің арасындағы байланысты ақау бар дегенді білдіреді. Бұның кесірінен жоғары жылдамдықта көліктің күші азаюы мүмкін. Сосын жанармайды артық жеу мүмкін, көлік артық ішу мүмкін. Осындай көліктің қозғалтқышы толық қандай жұмыс жасамайды, бір ақаумен жұмыс жасап тұрады. Бұның себебі, бұның тоқ жағынан болуы мүмкін. Бір жерде фишкілер толық дұрыс жалғанбай қалуы мүмкін, немесе ішіне су өтіп ылғал өтуі мүмкін. Бір тоқтары қиылып үзілуі мүмкін, содан да шығуы мүмкін. Бірақ бұл кейде болатын жағдай. Яғни 100-ден 1 десем де болады. Бұндай жағдай көп кездеспейді. Көбіне бұның себебі майдан болады. Яғни уақытында май ауыстырмағаннан, сапасыз май құйғаннан болады. Яғни майдың құрамы бұзылғандығы себебі VVTi жүйесінің сүзгісі бітіп қалуы мүмкін. Майдың құрамында лас болғандығынан. VVTi жүйесінің сүзгісін қалай тазалауға болатындығын, қай жерде тұратындығы жөнінде біздер видео түсіріп, осының алдында салған болатынбыз. Қарасаңыздар болады. Сол жүйе майдың нашарлығынан осындай ақау шығуы мүмкін. Кейін қарай шығамыз. Екінші табылып тұрған ақауды таңдаймыз. Тағы браузерге өтті. Бұл ақау нарушение диапазона входного сигнала датчика массового воздуха. Яғни ауаны есептеп тұратын құрылғы. Көліктің демалатын ауасын есептеп тұратын. Осы құрылғыдан шығып тұрған ақау болады. Оны валометр деп те айтып жатады. MAP сенсор деп те айтады. Бұның шығу себебі осы құрылғының тоғын айырып қосқаннан сақталып қалуы мүмкін. Дүраселді жапқышты тазалаған кезде оның тоғын айырып қосады, немесе фильтрді қараған кезде, ауыстырған кезде айырып қосады. Сол кезде бұл ақау сақталып қалуы мүмкін. Болмаса сол демалатын сүзгінің қабында жарық болса, ол артық ауа ішке сорып кетсе, содан да пайда болуы мүмкін.
болмаса сол құрылғының өзі жасамай қалса да пайда болуы мүмкін. Бұл немесе тек сақталып қалып қойған ақау болуы мүмкін. Бір қызығы бауырлар, мен бұл ақауларды кетіргенмін. Десек те щитоктағы чектің индикаторы сөнген жоқ. Қайтадан кіріп тексерсем, манағы бірінші ақау кетпейді екен, әлі тұр. Қайтадан шығып кетірем, қайта шығады. Бұл не деген сөз бауырлар? Көп ұзатпай жылдамырақ майын ауыстыру керек. Майын ауыстырмай тұрып, манағы BB-TIE жүйесінің сүзгісін тазалап алу керек. Сол кезде содан кейін майын ауыстырып барып, қайттан диагностика жасап, қайттан бұл ақауларды тазалап жіберсе, бұл ақау кетеді. Яғни щитоктағы чектің индикаторы сөнеді. Осылай бауырлар, бұл қондырғымен қалай қосылу керек, қалай жалғану керек, жалпы диагностикалық аппаратта барлығын осының алдында видеоға түсіріп салған болатынбыз. Содан қарасаңыздар болады. Қалай қосылу керек екенін түсінбей жатсаңыздар. BB-TIE сүзгісінің де қалай тазалау керектігі де салған болатынбыз. Десем де астына описание бөліміне сілтемелерін қалдырып кетем. Рахмет, назар салып қарағандарыңызға. Аман саулықта болайық. Келесі видеоларда жолыққанша.